балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы дәрігерлік кеңес. Бүгінгі жаңа сөздер: кеңес, дәрігер, тіс дәрігері, көз дәрігері және тексеру деген сөздер екен. Балалар, біз бүгін осы қызықты тақырып бойынша бір көрініс көрсетейік, иә? Барлығымызға қызық болсын. Ал, аяулым келе ғой. Кірмей тұрып, не дейсің аяулым, кәм? Саламатсыз ба, дәрігер? Саламатсыз ба? Келіңіз, отырыңыз. Қандай сұрақпен келдіңіз? Сіздің қай жеріңіз ауырып жатыр? Кішкене суықтап қалдыңыз ба? Әне? Тамағыңызды көрейік. Аузыңызды ашыңыз. Әне, тағы да. Тамағыңыз сәл ғана зақты екен. Ал, енді тұра қойыңыз. Тағы қай жеріңіз мазалап жатыр? Басыңыз кішкене ауырып жатыр екен, иә? Жарайды. Қазір өкпеңізді тексеріп көріңіз. Жарайды. Атыңыз кім? Аяулым. Аяулым, сізге көбірек мынадай дәрумендерді жеу керек және тамақты жиі шайып тұру керек, сонда ауырмайтын боласыз. Менің кеңесім түсінікті ме? Онда сау болыңыз, ауырмаңыз. Міне, балалар, осындай қызықты көріңіз.